Сіздермен Әсем Нұр. Бүгін сіздермен антоним, амоним, синоним ұғымдарымен таныстыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Антоним дегеніміз не? Антоним дегеніміз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, ащы мен тұщыны татқан білер, алыс пен жақынды жортқан білер. Осы мақалдағы алыс, жақын, ащы, тұщы сөздері мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер болып табылады. Амоним дегеніміз не? Амоним дегеніміз естілуі, айтылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер. Мысалы, назар аударыңыз. Әне, бір қара көрінеді. Бұл жердегі қара деген сөз біреудің келе жатқанын меңзейді. Әне қара. Бұл іс әрекетті меңзейді, яғни біздің назар аударып қарағанымызды сұрайды. Синоним дегеніміз не? Синоним дегеніміз айтылуы, жазылуы басқаша, бірақ мағыналары мәнбес жуық сөздер. Мысалы, менің анам келбетті сұлу әйел. Бұл жердегі келбетті, сұлу деген сөздер синоним болады. Өйткені олардың мағыналары бір-біріне мәнбес жуық сөздер болып табылады. Менің каналыма тіркеліңіз, бағалаңыз, өз пікіріңізді комментарийге қалдыра кетіңіз.